Мысалы ДЦП бала болсын, басында суы бар бала болсын, эпилепсия бала болсын, енді түрлі диагноздармен келеді ғой. Космоэнергетикада болмайды деген нәрсе жоқ, барлық нәрсе болады. Кез келген ана сау бала туалады, что адамда ең бірінші емге келу үшін жауапкершілік болу керек екен. Табиғи энергия қалыпқа келген кезде физикалық дене қалыпқа келеді екен. Алтын таяқша жоқ, түртіп жіберсең анау керемет болып кететін. Бұл космоэнергетика ілімін үйренген адам өзінің баласын емдей алады. Бір адам оқиды да оның артынан бүкіл туған туысқандары еріп жүреді. Мен емдеп бер, мен емдеп бер деп. Бала 3 жасар бала, бірақ 3 айлық бала сияқты осындай ғана. Жан жаққа қарайтын болды, тамақ ішетін болды, и осылай бала 3 айда қалыпқа келді. Саламатсыздар, құрметті көрермендер, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып ерекше балалар туралы айтпақшымыз. 2023 жылдан бастап бізде 100 мыңнан астам балалар тіркеліпті. Осындай ерекше балалар тіркелген. Енді бұл 2021-де 70-тен астам балалар тіркелген екен да, демек статистика бойынша жылдан жылға бұндай балалар көбейіп жатыр бізде. Енді бұл жерде мен не айтқым келіп тұр? Ерекше балаларды әрине мен көп емдедім. Сол кезде менің түсінгенім негізінде бала ананы копировка жасап алып шығады екен, осыны түсіндім. Іште жатқан кезде уже бала дұрыс емес деп келеді, и бір ай, бір жарым ай емдеймін, емдеп болғаннан кейін жіберемін, қайтадан жаңағы неге УЗИіне түсу, жаңа 3D-сіне түсуге. Сол кезде баланы уже нормальный, таптаза, жақсы туа берсең, жаңа босана берсең болады деп аналар келеді, содан аман-есен балдарын босанып қолдарына алып жатады. Енді ол же босанып қойған балдарды да алып кеп жатады. Осы кезде менде сұрақ болады. 2 қабат кезіңізде, аяғыңыз ауыр кезде осы балаға сізде токсикоз болды ма, бас ауру болды ма деп сұрақ қойған кезде мен ешқайсынан естімедім. Еш жерім ауырған жоқ, мен тап-таза әдем болып жүрдім да, осындай баланы тудым деген ананы мен көрмедім. Кез келген ерекше баласы бар ана артқа қарай жүріп, сол кезде, соған аяқ ауыр кезде, қай жері ауырды, қандай ситуация болды, міндетті түрде пленканы артқа қарай жүргізетін болсаңыз, сразу білесіз. Сол кездегі қай жеріңіздің ауырып тұр, қандай жеріңіз сіздің дұрыс болмады, и бала сол нәрсені алып шығады екен. Генетика деп жатады, басқа деп жатады, туға болмайды деп жатады. Ешқандай да мен бұл жерде ондай дүниені көрмедім. Медицина тұрғыдан енді солай айтылады, но энергетический тұрғыдан кез келген ана сау бала туалады. Бала болмайды, қаны дұрыс емес, екеуінен туылмайды бала деген дүниені мен сөйтіп келіп көрінген кезде ешқандай организмде сигнал жоқ, екеуі де тап-таза, значит екеуің екі бөлек, жаңағы екі бөлек, біреуің тұрмысқа шығып, біреуің басқа әйел алып, жаңағы сөйтіп бар бала көресін деген дүниені көрмедім. Основной бұл жерде көбінесе причина әйелден болады екен. Күйеуімдікі болмай тұр, проценті төмен деп келген аналардың жаңа тексерген кезде бәрібір сигнал әйел адамнан келіп тұрады. Соны жөндеген кезде сразу жаңағы бала көтеріп жатады. И ананың денсаулығы 100% дұрыс болу керек, чтобы жаңағы дұрыс бала туу үшін. Енді біреулер болады ішінде. Мен токсикозбен 3 балам тудым, ничего, нормальный өмір сүріп жатырмын. Я ондай да болуы мүмкін. Бірақ все равно ол балада ақау болады организмде. Мен өзім жаңағы аяғым ауыр кезде, оны космоэнергет емеспін. Ешқандай менде жаңағы токсикоз да болған жоқ, бас ауру да болған жоқ, но жаңағы бірақ қатты депрессиямен мен босанып баланы өмірге әкелдім. Балам аман-есен, бәрі сау болды. Бірақ по-любому балам бір 2-3 айда бір қатты ауырып, прямо шошытып бізді қорқытатында. Кейін қарасам, сол кездегі менің дұрыс емес, депрессияда жүрген мышлениемнің дұрыс еместігінен балам қатты ауырған екен, мен соны түсіндім. Сондықтан босанатын аналар міндетті түрде денсаулығы жақсы болу керек, ешқандай депрессия болмау керек, токсикоз болмау керек, бас ауру болмау керек. Ана
абсолютно счастливый болып, бақытты болып баланы өмірге әкелу керек. Еще ондай балалар бақытты болып жүріп, анасы өмірге әкелген балалар өмірде жетістікке тез жететін болады. Өйткені ол балалардың программасы уже ананың ішінен шыққанда программасы дұрыс болып туылады екен. Мен осыған 100% көзім жетті. Космоэнергетикада ерекше балаларды мен көп емдеген кезімде көп аналардан мынандай нәрсені байқадым. Емдеп баланы уже дұрыстап, 4-5 айда басында суы кетіп, бала уже есін жинап, аяқ қолдарын жинап, кішкене бір нәрсе ұстап келе жатқан кезде көбісі тоқтатып қояды емді. Сосын не болды деп енді сұраймыз ғой, нағып әкелмей қойдыңыз ары қарай деп. Сол кезде көбісі айтады, мен осы баланың ақшасымен күн көріп отырмын. Өзім жаңа квартирада тұрамын. Жағдайымыз жоқ. Ертең бұдан инвалидность алып тастаса, біз күн көре алмай қаламыз деген осындай аналарда көптеген қорқыныш болады екен. Даже үлкен адамдарда да сондай нәрселер болады. Мысалы, полиартрит сияқты, волчанка сияқты ауруларын емдеп дұрыстап келе жатқан кезде ары қарай келмей қояды. Не болды дегенде, әрине бірінші ақшам жоқ ары қарай емделуге деп айтылады. Бірақ бірінші бала болсын, адам болсын емге келген кезде сразу біз айтамыз, аутоиммунное заболевание 6 ай емделінеді деп айтамыз. Я деп басын төлеп, ақшаны төлеп келіп, емделіп, 3 айға, 4 айға келген кезде тоқтап қалады. Ары қарай ақшам жоқ дейді. Сосын енді бітіріп жіберген. Сонша еңбекті мен ол жерге вложить еттім ғой. Жарайды, тегін ары қарай емдек деген кезде жоқ, емделмеймін дейді. Не үшін дегенде, ертең пенсиямды алып тастайды, инвалидностьмді, менің мына возрастымда кім мені жұмысқа алады деп қорқады да, ары қарай осы жүрсім өзіме шүкір дейді да тоқтатып қояды емді. Аналар да тура солай балаларын ары қарай апаруға тоқтатып қояды екен. Сол кезде мен түсіндім, что адамда ең бірінші емге келу үшін жауапкершілік болу керек екен. Мысалы, ДЦП бала болсын, басында суы бар бала болсын, эпилепсия бала болсын, енді түрлі диагноздармен келеді ғой. Бұндай медицинада вообще емделмейді, инвалидке шығарып қойған балаларды минимум 2 жыл. 2 жыл емделу керек. 2 жылға ата-аналар шыдай алмайды. Уже 1-2 сеанста эффект болып, кішкене бала дұрыстала бастайды. Но это не означает, что ол емделіп кетті. 1-2 сеанста. Ондай болмайды, алтын таяқша жоқ, түртіп жіберсең анау керемет болып кететін. Бұның барлығында еңбек жатыр үлкен. 2 сағаттап, 2,5 сағаттап. Мысалы, мен адамдарды емдеп сонша вложение салам, и ол 3-4 айдан кейін тоқтатып қояды. Осындай нәрседен кейін мен кәдімгідей көңілімде қалып қойды адамдарға деген. Сол кезде мен түсіндім, адамдар бостан босқа ауырмайды екен, адамдарға бостан босқа ауру баланы ала бермейді екен. Мен осы дүниені түсіндім. Содан кейін түсінгенім, осындай ситуацияға апарып, мысалы, любой адамды емге алған кезде бірінші очередте полясының мына энергиясын қалыпқа келтірген кезде, ананың да, бала мен ананың қатар алып отыру керек негізінде. Өйткені бала ананың полясында дейді, аурасында, жанында 14-ке дейін өмір сүреді. Ананың қай жері ауырса, баланың сол жері ауырып отырады. Сондықтан міндетті түрде анамен қосып алу керек екен бұл жерде. Біріншіден, екіншіден, ананың сол кезде маскасы түседі ғой. Бетіндегі маскасы түседі. Реально шындықпен жаңа көзқарасы дұрыс жолға қарай түсе бастайды. Сол кезде уже білесін, ол соның ақшасымен өмір сүріп жүргені, оған сондай баланың ауру болып келгені выгодны екені сол жерде білінеді. Өзі сол жерде мойындайды да, ары қарай баланы әкелмей қояды. Сондықтан менің ендігі жерде есептегенім, чтобы әрбір ана, әрбір қыз бала міндетті түрде оқу керек. Қыз бала бізде 13 жастан бастап оқу керек космоэнергетиканы, ол бала 6 жастан бастап оқу керек. Сондықтан қыз балдар міндетті түрде оқып, чтобы тұрмысқа шыққан кезде баласын өзі емде алатындай, жаңағындай бала болып туылған аналар міндетті түрде өзі оқып, күнделікті қайта-қайта ақша апарып, 2 жыл бойы маған жаңа ақшасыменен қайта-қайта келе беру 2 жылға көп адам шыдамайды. Бір 5-6 ай әрең шыдайды, содан кейін тоқтатып қояды.
жетет, осы баланың отырғаны, қасық ұстағаны жетет деп ары қарай келмей қоятын аналар бар да. Сондықтан бұл методты өзі әрбір ана өзі оқу керек, балдарын өздері емдеу керек. 1 жыл, 2 жыл үнемі баланың қасында өзің жүретін болғандықтан, өзің емдеп балаңды өзің жазып алуыңа полностью мүмкіндігіңіз бар. Бұл космоэнергетика ілімін үйренген адам өзінің баласын емдей алады, біріншіден. Мүмкіндігі шектеулі, ерекше баласы бар аналар міндетті түрде космоэнергетиканы оқиды. Әркімге бір жүгіріп жүрмейсіз, өзіңіз оқисыз. Ондай аналарды міндетті түрде мен кері байланыс беріп, қарап, тексеріп отырамын. Содан кейін үйде бойжетіп келатқан қыздарыңызды міндетті түрде оқытыңыздар. Олар не үшін керек? Олар ертең сәл токсикоз болса, өздері каналға тұрып, өз-өздерін емдеп алады. Балалардың жаңа іші кеуіп жатады, температура болып басқа батады. Дәрі-дәрмекке зависимый болмай, өздері үйде жаңағы емдеп алып жатады. Күйеуімен келеңсіз отношение болып жатыр ма, сразу каналмен полияларын жөндеп, күйеуінде өзінде дұрыстап ала алады. Бұны жаңа балалар не үшін оқу керек? Ал ер адамдар не үшін оқу керек? Ер адамдарда энергия мощный болады. Ер адамдардан мықты целительдер шығады. Негізі мен айтар едім, целительдер ер адамдар болса мықты болады. Өйткені ол кісілердің миларында жаңағы тарахандары аз деп айтамыз ғой, бастарында. Шектеу жоқ ол кісілердің все равно жаңағы сознаниялары, ақылдары әйел адамға қарағанда сәл тазалау болады да, ол кісілерде энергия көптеу болады. Сондықтан космоэнергетиканы владеть ететін болса, ер адамдардан керемет емшілер шығады. Содан кейін әрине бұны бізде қазақ аудиториясында мен алғашқы оқытқан кезімде түсінгенім, бір адам оқиды да, оның артынан бүкіл туған туысқандары еріп жүреді. Мен емдеп бер, мен емдеп бер деп. Сонда ол байғұс жас келін, өзінің баласын емдеуге оқып алған. Еще ана жерден қайынбикесін емдеу керек, енесін емдеу керек, туған туысқан емдеу керек. Ол еще баласына қарау керек, күйеуіне қарау керек, үйдің тірлігін істеу керек, тамақ істеу керек. Елестетіп көріңіздерші, қандай ситуация, келіндер қалай тап болды. Осыдан кейін мен айтатын болдым келіндерге, оқыдың ба, тек қана өзің балаңды емде, ешкімді алма деп айтам. Өйткені келіннің бізде қазақ аудиториясында еңбегі көп. Сол себептен әрбір адам өзі оқу керек, біріне бірі мешать етпеу керек. Оның бәрін істеу керек, емдеу керек, еще оған ешқандай тиын ақша төлемейді. Сөйтеді да, ана келін выгоранияға түсіп, шаршап бір күні құлайды. Сондықтан әрбір адам, бір үйде 5 адам ба, 5-еуі де оқып алу керек. Біріне бірі мешать етпеу керек. Бірі болмаса, екінші көмек беріп кету керек. Сондықтан менің айтатыным, бұл космоэнергетиканы әрбір адам білу керек деп. Маған оқуға келген кезде ең соңғы күні, үшінші күні сабақтан кейін мен айтам, бұны әрбір адам оқу керек па, жоқ па деген кезімде барлығы айтады. Сіздің постоянно әрбір адам өзі оқып алу керек деп айтатыныңызды біз осы сабаққа келгенде точно түсіндік. Действительно оқу керек екен деп барлығы балдарын, қыздарын әпкеп, жаңағы өзімнің шәкірттерін оқытып алып жатыр. Өйткені кез келген жерде, кез келген уақытта қолданатын бұл инструмент қолдағы. Менің кейсімде ең алғашқы рет Балжан деген бір келіншек келді, баласы ДЦП болып туылған. Ана бала 3 жасар бала, бірақ 3 айлық бала сияқты осындай ғана. Енді өзі состоятельный жердің адам екен, қолын, аяғын бәрін жаңағы емшілерге барған, массажға барған, өзі массаж оқып алған, сөйтіп қалыпқа келтірген. Мына бала бүйтіп отырады, бірақ мына бас, бет жұмыс жасамайды. Мына көз жұмылып ашылмайды, мына тамақты шайнамайды, мынаның бәрі жұмыс істемейді. Тура ескерткіш болады, ана цементтен істелген. Тура ескерткіш сияқты баланы әкеп бүйтіп отырғызып қойды. Содан баламен жұмыс жасадым, ана бастағы тамырлардың бәрін босатып, лимфілердің бәрін босатып, туырлағаннан кейін бала уже жылайтын болды. Қабағын, көзін ашып жұматын болды, жан жаққа қарайтын болды, тамақ ішетін болды. И осылай бала 3 айда қалыпқа келді. Қалыпқа келіп, 3 айдан кейін уже бала жүре бастады. Сөйлей бастады шамәлі. Сол кезде ол қыз маған айтты: маған сізден сау бала туылмайды деді. Осындай жаңағы нелердің гормон бар ма, хромосома дейді, генетика дейді, күйеуің мен екеуіңнің қандарың дұрыс емес дейді. Ойдағырда маған мынандай документ алып келді ғой. Ана
кісі, жаңа Балжан деген келіншек. Москваға бардық, сол жақтан алып келген қағаздарым деді. Үйіп қағаздарын алып келді. Бәріне бір-біріне қарадым, мен оның бәрін ақтарып отырам ба дедім. Өзің тұршы деп тұрғыздым да, бір сеансқа алдым да, мен айттым ол кісіге. Давайте мен сізді жақсылап емдейік дедім. Мен бойдағы, денедегі бүкіл сигналдарын мен алып тастайын. Содан кейін саған көтер баланы деп айтамын дедім. Сен көтересің дедім. Содан кейін 1,5 айдан кейін барып УЗИге түсесің дедім. Бала іштегі дұрыс емес деп айтса, онда алып тастайсың дедім. Дұрыс деп айтса, босанасың. Рисковать еткім келе ма деп ем, ол жаңағы кісі айтты, я рисковать еткім келеді деді. Өйткені сізден басқа баратын жерім жоқ деді. Жарайды дедім да, бүкіл берген хромосома, жаңағы баласында тұр ғой, мына жақта 2 хромосома артық, біреуінде 1 хромосома артық демей енді көп, мына бәрін ысырып тастадық та, келіншекпен до жұмыс жасадым. 1,5 айдан кейін қарайым, уже организмде сигнал жоқ, бәрі тап-таза болып тұр, енді баланы көтер дедім. Ол кісі көтерді, пока больницаға барма дедім. Көтеріп атқанда арасында жаңағы сеансқа алдыртып атырым, аптасына 1 рет. Содан кейін 1,5 айдан кейін, бала 1,5 ай, 2 ай болды. 2 ай болғаннан кейін енді барып УЗИге түс дедім. Барат, врачтар шок, айқайлайды, саған ше туға болмайды, почему сен көтересің деп. Ол жерден тексеріледі, УЗИде все нормально. Тағы 1 ай алады да, мен оны прям Алматыға қарай жіберем, үлкен жерге барып тексерілді. А вдруг ертең не то болып қалса деп. Барып тексеріледі, бала отлично, ешқандай жаңағы нәрсе жоқ, бәрі дұрыс, босана беріңіз деді. Содан кейін босанды, соның артынан тағы 2 туды. 3 баланы босанып алды. Көрдіңіздер ма? Сондықтан менің түсінгенім, біздің мына Алла тағала адамды қалыппен жаратады. Өзінің қалпы болады. Әрбір заттың өзінің құйылатын қалпы болады. Тура сол сияқты адамның да өзінің қалпы бар. Біз сол денедегі дұрыс емес нәрселерін бәрін алып тастаған кезде адамның денесі өзінің қалпына түседі. Бұны әрине дәрімен де шешілмейтін проблемалар бар, операциямен де шешілмейтін проблемалар бар. Мен всегда келген пациенттерге айтам, врачқа бар, дәріңді ал, ішетіңді іш, емдет, бүкіл нәрсені істеп бол, ешқайсына результат болмады деген кезде кел деп айтам. Өйткені адамда арман қалмасын деймін да, барлық нәрсеге барып келеді, содан кейін барып мен жұмыс жасаймын, и өзінің қалпына түседі. Сол кезде мен түсінгенім, ең бірінші адамның табиғи энергиясы қалыпқа келу керек. Табиғи энергия қалыпқа келген кезде физикалық дене қалыпқа келеді екен. Сондықтан міндетті түрде ең бірінші космоэнергетиканы үйреніп, космоэнергетикамен өзіңді жөндеп алып барып, содан кейін барып кез келген тірлігін істейтін болсаң, эффект болмау деген мүмкін дүние емес. Космоэнергетикада болмайды деген нәрсе жоқ, барлық нәрсе болады. Болмады, ешқандай результат болмады дегенде 60-70% результат алып шығады кез келген адам.